Сәлем құрметті достар, менің есімім Тоқтасова Айзада. Қазір мен сіздермен бірге YouTube канал ашамын. Ол үшін біз Gmail почта ашамыз. Қазір Google-ға сайтқа кіріп, Google почта дейміз. Google. Google почта таңдаймыз. Gmail электронная почта. Создать аккаунт. Осы жерде өзіміздің данныйларымызды тереміз. Мына жерге бізге қандай ат қоюға болады ұсынады. Біз осыны таңдасақ болады, болмаса біз өзімізге ұнаған атын жазсақ болады. Мына жерде мен жазған парақшаны оқымай тұр, сондықтан мен мына жерде кез келген бір доступный нәрсені қоя салсам болады, иә? Бүйтіп жазайық. Тоқтасова, нижний пробел дик. Так, пароль. Так, мынау есім, значит, бос емес. Мына жерде мен нижний пробелдің орнына нүкте қойдым. Енді пароль тереміз. Сол номер, парольді подтверждать етеміз. Мына нені көзді ашып қарауға болады. Ары қарай кеттік. Так, бұл жерде біз міндетті түрде номерді жазу керекпіз. Біз YouTube канал ашатын болсақ, YouTube бізде номер, сотовый номерімізді подтверждениесін сұрайды. Сол үшін осы жерде номер тереміз. Міндетті түрде мұны номерімізді тердік. Мына жерде дата жазамыз. Пол таңдаймыз, женский. Далее. Мына жерде конфиденциальный условиясымен танысамыз, оқимыз, ең соңында принимаю дейсіз. Міне бізде почта ашылды. Мына біздің Gmail почтамыз. Міндетті түрде почтаның атауын міндетті түрде почтаның атын жазып алыңыздар және паролін міндетті түрде бір блокнотқа жазып алыңыздар. Мына жерде сіздердің почтаңыздың аты жазылып тұр. Мен өзімдікін жазып қойдым. Енді бұл почта бізге аса қатты қазіргі таңда керек емес. Бізге керегі YouTube канал. Поисковикке YouTube деп жазамыз. Так, YouTube. Осы жерде YouTube-ты ашқаннан кейін мына YouTube каналға кірдік. Енді мына жерде мына оң жақта войти дегенді басамыз. Осы жерде өзімізге керек почтаны таңдаймыз. Пароль. Бағана өзіміздің жазған паролімізді тереміз. Далее. Так, не совпадает дейді. Ағылшын тіліне ауыстырамыз. Подтвердить. Мұны біз подтверждать еттік. Енді мына жаққа кіреміз, иә? Өзіміздің аккаунтқа кіреміз. Так. Открыть в новой вкладке. Мына біз кірдік YouTube-ға. Енді мына жерде войти дегенге кіреміз. Войти-ға кіргеннен кейін мына жерде оң жақта А деген әріпті басамыз. Дөңгелекшені создать канал дейміз. Начать. Мына жерде өзіңіздің аты жөніңіз тұрғанды таңдаймыз. Выбрать. Так, енді мына жерге өзіңіздің аватаркаңыздың суретін жүктейсіз. Өзіңіз компьютердің несіне, памятіне бір суретті таңдап қоясыз.
Алдын ала мен бір суретті қоямын. Так, ары қарай кеттік. Мына жерде өзіңіз туралы жалпы каналдың описаниясын жазамыз. Егер де канал бизнеске арналған болса, онда осы жерге дайын тексті жазып қоятын боласыз. Так, сохранить и продолжить. Міне біздің парақшамыз ашылды, е? Жалпы біз өзімізге YouTube каналды аштық. Енді осы жерде бұл сіздің YouTube каналыңыздың бірінші парақшасы. Мына жерде Творческая студия YouTube дегенді басамыз. Осы жерді басқаннан кейін сіздерге мынандай не ашылады? Так. Мыналардың бәрін оқып танысасыз, мынандай парақша ашылады. Осы жерде сіздер бірден видеоларыңызды жүктесеңіздер болады, болмаса мына жерден жүктесеңіздер болады. Так, выбрать өзіңіздің рабочий столдағы жұмыста, рабочий столдың бетіне ма бір документке сақтап қоясыз. Мен қазір мына жерде бір видеоны жүктейін. Так, мысалға мына бір видеоны алайын. Сосын открыть деп, мұны жүктеліп жатыр. Жалпы осы жерге енді видеоның атын жазатын боламыз. Егер де жазбай қалып кететін болса, осылай қызыл түсте жанып тұратын болады. Мен мысалға жаза салым, мына жерде видео не жайында. Осы жерге өзінің видео мынандай туралы жазылған деп мысалы бір сөйлем келтіріне. Бұл видеода дейміз да, и кете береміз не туралы. Все, осында жас болғаннан кейін, осы жас болғаннан кейін далее дейміз. Мына жерде описанияда видео не для детей деген таңдаймыз. Егер де бұл видео балаларға көруге болмайтын видео болса, онда сіздер видео не для детей дейсіздер. Егер де бала көруге болатын мүмкіндігі бар видео болса, онда видео для детей дейсіздер де далее деп кете бересіздер. Жалпы біз каналды аштық, өзіміз бірінші видеоны жүктедік. Мына видео дегенге баратын болсақ, мына біздің бірінші видеомыз жүктелді. Келесі сабақта мен сіздерге ары қарай настройкалары қалай екенін мен сізге көрсететін боламын. Осымен менің видеом аяқталды. Қызықты болса менің каналыма тіркеліңіздер. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар.